ешкімге ұқсамайсың, күлгеніңде ең әдемі, табиғатың сұлулық әлемі. Ешбір ару сенен аса алмайды, сезімді өртенген баса алмайды, жүректі кілттенген аша алмайды, аша алмайды. Папа, сен бе? Әдемі түс көріп жатыр едім ғой. Хотя бы соңын көріп тұсағыр еді. Соңын сосын көресің, балам. Тұрайық. Жалғастырып көре салатын кино емес қой. Ұйықтайтын заман емес. Тұру керек, балам. Маңызды күн бүгін. Ұмытып кеттім ғой мен. Иә? Бүгін одақпен барып, бір әжеге көмектесуіміз керек. Бір әжең не? Ой, бір әкең көмектесеш бірінші. Инвестормен кездесеміз бүгін. Инвестор? Иә? Оған не қатысың бар? Отемен қатысың бар сенің. Мен сенің ана бауқағыңа сеніп тұрған жоқпын. Жоқ, маған бару керек. Не үшін басшымын ғой? Басшылар жүру керек емес. Міне, нағыз басшылар қол астындағы жұмысшыларын бәрін жұмсап үйде отыра береді. Жоқ, мен ондай басшы емеспін. Кеше бүгін ару келеді. Ару десейші. Ерке қалайсың, жақсысың ба? Жақсы. Бүгін қандай күн екенін білесің ба? Иә, әжелерге көмектесетін күн ғой. Қайдағы әжелер, бүгін әкелерге көмектесетін күн. Ой, қойшы сен деме. Не болған маған? Бизнес план дайын. Мынау не, бір бет қағаз? Еще 10 деген дәп-дәу папкаға салып келгенсіз. Қалтама салып апарам ба енді? Оны ұзын қылып не істейміз? Қысқа, нұсқа, түсінікті қылып жаздым. Главный ақша сал, бәріміз байымыз. Сонда да ұятты мынау. Папа, мен сабақ кеттім. Ерке, ана әжеңнің шаруаларын бітіргеннен кейін сразу маған хабарласай ма? Күтем. Бір пара қағаз болмайды, мынаны толтыру керек. До того Еркеге сеніп қалып, мынаумен бармайтын шығармыз енді. Болды. Әкеш. Толықтырамыз. Ал достар, бүгінгі біздің жоспарымыз қарт әжеге көмектесу. Бірінші шаруа азық-түліктерін алып беру, сосын үйде жасалу керек шаруалар болса, соны бітіріп береміз. Көп адам керек емес, кім барады? Енді одақ басшысы болатыр, мен бармағым ұят болар. Басшылардан бөлек жұмыс істейтін білектік жігіттер керек қой, мен барам. Тағы кім барады? Мен барам. Жақсы, онда 30 минуттан кейін осы жерде кездесеміз. Мына жерге окупаемызды қосу керек. Окупаемыз? Не ол? Сен салған ақшаңның қанша уақытта шығатынын белгілеп жазуымыз керек мынаға. Базар жоқ, сен де бірдеңе біледі екенсің ғой. Ал мына естіп қалған магазиннен. Неше жыл дейміз енді? Так. 5 жыл дейікші. 5 жыл? Қумашы, 5 жыл деген ұзақ қой. 1 жыл дейік та, сол кезде инвестор ақшасында рискі береді. Жоқ, 1 жыл емес. 2 жыл дейік. 2 жыл. 2 жыл әдемі. Мақұл. 2 жыл. Неше бет болды? 3 бет болды. 3 бет аз. Аз ба? Болды қазір. Онда шрифтін үлкейтемін де қазір. Саған 5 бет қылып жасап берем ғой, родной. 5 бет болды, бірдеңеге ұқсады. Родной, ойлап қарашы. Прикинь, инвестор саған ақшасын береді, резко байып кетесің. Не істейсің? Не істейсің дейсің ба? Иә. Егер мен байып кетсем, семьяма қосылып, теңіздің жағасында осылай демалып жатар едім. Мына жағыма қарасам, балам. Мына жағымда әйелім. Қазір неге қосылмайсың? Бизнесімді ашып алайын, аяққа тұрып алайын, сосын көреміз оны.
Енді осы бастан бастап әрекет жасай бермейсің бе? Қуасың ба? Мен екінші баласы болам ба оның? Ақшам жоқ, жұмысым жоқ, көшеде жүре алмаймын. Бірақ дұрыс айтасың. Қазіргі заманда жұмысы жоқ, ақшасы жоқ еркек ешкімге керек емес. Еркектер, Қуасың, Баяғы заманда сондай ғой, семьясын асыра алмайтын еркек ешкімге керек емес. Тасташы, егер мен байып кетсем, Байымай қоя тұр, артынан байысын, еркеге хабарласайық. сөйтші онда, хабарласшы. Саламатсыз әже. Біз мектептен құралған еріктілер одағымыз. Сізге көмектесуге келдік және азық-түліктер алып келдік. Айналайын балапандар, естігем ол туралы. Жақсы болып келгендерің. Кәне кетөрлі өтіңдер. Енді отырып жатқам шай ішейін деп. Кәне кіре ғой айналайындар. Айналайындар сын. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз. Көп екенсіңдер ғой. Айналайындарың. Мына бастамаларың оң болсын. Әумин әже, айтқаныңыз келсін. Тағы да үйде жасау керек шаруалар бар ма? Жоқ, шаршап қаласыңдар ғой. Ой әже, о не дегеніңіз? Айта беріңіз. Үлкенге ізет, жастарға міндет. Айтыңыз. Айналайын сол. Көп жаса рахмет. Олай болса, көптен пол жуылмап еді. Шаңдарды сүртілмеп еді. Оны қыздарға тапсырыңыз, өзіміз қатырамыз ғой. Жарайды, жақсы. Ал жігіттерге ше жұмыс бар ма? Сендерге де табылады. Анау ыдыс жуатын жерде кешеден бері су жүрмей жатыр. Әбден әуре болдым. Соны бір қарап берсеңдер. Сосын мына паласты далаға шығарып қағып берсеңдер, Сосын анда балконда жыл бойы жиналып қалған бір заттар бар. Соны шығарып берсеңдер қалай болады? Мен енді көтере алмаймын ғой. Сосын мына мебелді ана жаққа орын ауыстырып беріңдер. Ал мына диванды анау келесі бөлмеге апарып тастасаңдар дұрыс болады. Сосын ана бөлменің іші анау несі лампочкасы бір сөніп бір жанып тұр, соны ауыстырып берсең. Сендер мынау ана мебелдің үстіндегі шаңдардың бәрін жақсылап жуыңдар, жарай ма? Сен анау астын жақсылап жуып бер, жарай ма? Шай ішесіңдер ме? Онда бастаңдар. Жатам жігіттер, ауыр емес па екеуіңе? Жаңа бар ғой. Әже, қойыңдар шаршап қаласыңдар деген кезде үндемей қою керек еді. Үлкенге ізет, кішіге міндет. Мен мұнда болатынын білмедім ғой. Қойғыш. Айтпақшы, Ринат, сен мектеп барысына қатысасың ба? Иә да. Мен мектеп барысы болмаған кезде кім мектеп барысы болады? Как раз ауру мен күшімді көріп, одан сайын ғашық болмаймын. Кетті екеуміз диван жылжытсақ, сен мусор төгіп кет. Алло. Жоқ, әлі босамадық. Әлі жартысында бітпедік қой. Примерно 2-3 сағат керек әлі. Мен күтпей қойыңыздар, жақсы. Сол саған қарап қалып тұр қой енді. Не дейді? 2 сағаттан кейін келем, өздерің бара беріңдер деп тұр. Не істейміз енді, әлде еркесіз бара береміз? Жоқ, тұра тұр. Болмайды олай. Әже, болды. Су кететін жер піселіп қопты. Істеп қой, міне қараңыз. Міне. Рахмет. Ағай, осыны істеу үшін келдіңіз ба? Әрине. Балама хабарлассам, ой, үлгіре алмай жатырмыз, көмек керек дейді. Бос болғаннан кейін жүгіріп келдім да бірден. Сендер көмектесіп жатыр ма? Сіз кімнің әкесісіз? Міне. Мына баланың әкесін. Бәсе, әкеге қарап ол өсет дейді. Мына балаңыз өзіңізге тартқан ақ көңіл,
кең пейіл екені көрініп тұр, а? Ей, далай сот. Апа, анда 3 бөлменің де лампочкасын ауыстырып қойдым. Сен кімнің әкесісің? Қалай, кімнің әкесісің? Менің 3 балам бар. Осман, Нұрали, Амир. әже, менің досым ғой ол. Түсінбей қалған ғой. Маған қасыма көмектесуге келген менің досым. Онда дұрыс болды. Жаңа мына балалардың шамасы жетпеген. Ана шкафты орнынан былай қарай жылжытып қойыңдар. Кәнекей, бар. Ал, жақсы апа. Аман болыңыз. Тоқтаңдар. Тамақ жасайын, тамақ ішіп кетіңіз. Онда кәнекей, келіңдер, бата берейін. Қолдарын жайыңдар. Кәнекей. Мынау батамен ел көгерер, жаңбырмен жер көгерер дегендей сұрасаң, сендерге батамды берейін. Дендерің сау болсын. Ғұмыр жастарың ұзақ болсын. Қай жерде жүрсеңдер де аман есен жүріңдер. Ел тыныш болсын. Ата-аналарыңды сыйлаңдар. Сабақтарын жақсы оқыңдар, үлкендерге ізет жасаңдар. Осай қайда жүрсеңдер де жақсы ниетпен, жақсы көңілмен, дастархандарың мол болсын, ғұмыр жастарың ұзақ болсын. Осай ұмытпай мен келіп тұрыңдар. Енді содан кейін көшуді байқап жүріңдер. Ал жолдарың болсын қолыңдар. Ал кәне. Келіп тұрыңдар, тағы келіңдер. Күтем сендер. Келіңдер, жарай ма? Келіңдер, айналайындар. Келіңдер ертең. Ой, айналайындар. Ой, айналайындарсың. Ана әжең үйіне көмектесуге біздер бармағанда, сендер 2 күн ба, 3 күн ба жүретін еді бұлар, е? Досымыз екеуміз барып. Батасының өзі жарты күн уақыт алды ғой. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Мен Бауыржанмын. Сізбен сөйлесіп жүрген мен ғой. Бұл менің бизнес партнерім, болашақ бизнес партнерім, жалпы идея авторы досым Ақылтай. Ақылтай болып. Мына жігіт? Мына бала менің балам, аты Ерке. Осындай кездесулерге ертіп жүрем, көрсін, білсін, үйренсін деп. Жақсы. Танысқаныма қуаныштымын. Менің есімім Мадияр болады. Іске көшейік. Иә, тыңдап тұрмын сіздерді. Аға, Бірден айтайын, аға демей қойыңыздар. Менің жасым кіші. ақыласса аға дей бер дейді ғой. Біз кішкентай балаларға арнап фудкорт ашайын дегенбіз. Кішкене кәсіппен айналысып. Жақсы. Үлкен бір орталық қылып кішкене. Сонда қарап шықсаңыз. Мынау не? Бизнес план. Сіздер қалжыңдап тұрсыздар ма? Не мынау 3-4 парақ? 5 парақ. Жоқ, мен сіздер түсінбедім. Сіздер әзілдеп тұрсыздар ма? Жоқ. Фудкортпен айналысып. Ой, мен сіздерді серьезный адам шығар десем, не мынау? 4-5 парақ бизнес план деп қояды. Мен не сендерге жас балам ба? Сонша уақытымды алып менің. Жоқ, әлде мазақ қып тұрсыңдар ма? Жон. Жігіттер, қолдарынан келетін іспен айналысыңдар. Болды, сау болыңыздар. Ренжімеңіз, біз фудкортпен серьезно сау болыңыздар. Серьезно айналысамыз ба деп? Кәсіп қылып. Жақсы, сау болыңыз. Фудкорт. 5 параққа осындай сөз естіп қалдым ғой. Не? Ойлашып қараш, маған 1 парақпен келгенде не болады? Соны айтам, иә? Бірақ жақсы өтті негізі, иә? Жақсы өтті, бәрі ойлады өтті. Ойымызда. Жақсы, сау болыңыз. Ренжімеңіз. Жақсы. Ақтайға Ерке, мұнда неғып жүрсің? Сен мына кісілерді қайдан танисың? Папа бағана айттым ғой, әлемге әйгілі профессор болса да, әженің үйіне көмектесуге келді. Иә. Міне осы кісі. Сіз профессорсыз ба? Ондаймыз бар енді. Неге басынан айтпадыңыз? Балалармен жақсы қарым-қатынас жасайды екенсіз. Оның үстіне адамдарға көмектесуге дайынсыз. Соны айтқызбадыңыз ғой. Енді бізден де кішкене ағаттық кетті, ол бизнес планды түсінікті болсын деп тез қысқаша жаза салғанбыз енді. Былай істейік. Жұмыс жасайық.
бірақ енді ана 3-4 парақтарыңыз болмайды енді. 5 парақ. Иә, сол. Соны толықтырып алып келіңіздер. Сосын тағы да бір кездесіп қарастырайық. Жақсы. Сол. Жақсы. Жақсы. Жолдарыңыз болсын. Сен еркесіз келгің келді. Көрдің ба? Шаруа шешілді. Ерке? Неге көңілің түсіп кеткен? Ертең ше күресте мектеп барысы ойын деп отыр. Соға Ринат қатысайын деп отыр. Ана аруды өзіне ғашық қылдырып алу үшін. Сен енді өзің қатысып, өзің барыс болмайсың ба? Мен күресіп өлмеймін ба? Ой, оны маған тапсыр. Міне ақылтай ағаң деген ауылда түйе палуан болған. Бүкіл приемды үйретеді саған. Ол жағын дайындайсың ғой. Болды, өзім дайындаймын. Түйеге бар, дайын. Баукаға мен күрестен вообще хабарым жоқ. Маған мына барлық приемды үйретіп үлгересіз ба? Ерке, бәрін білудің қажеті жоқ. Атақты Брюс Ли братан айтқан, 10.000 әдіс білетін адамнан қорықпа. Бір әдісті 10.000 рет қайталаған адамнан қорық деген. Наста, қазір мен саған бір прием көрсетемін. Ол жамбас. Міне, бүйтесің. Мына жерге ұстайсың да, мына кіресің да. Опа! Абайлаш. Чал, қалай? Болды. Мә, көпшікті ал да, енді дайындал өзің. Баба, тұрш. Бүгін маңыздың сауықтың ешіп барады еще күрес. Баш, тұрш. Бітпейтін маңызды күн ол. Баба, тұрш дейм, тұр. Ал балам, ешқандай да уайымдама. Баукағаң не үйретті, соның барлығын жасасаң, сен чемпионсың. Түсінікті ғой? Алло. Қалайсыңдар? Не істеп жатсыңдар? Ерке телефонын көтермейді ғой. Мамаң ғой телефонын қаяқта. Ерке сабаққа кіріп кетті ғой жаңа. Жақсы. Сабаққа ұйықтап қалып жүрген жоқсыңдар ма? Ол да сенде ұйқыға жақсы едіңдер. Жоқ, қазір ұйықтайтын заман емес қой. Жақсы, ал менің таксиім кеп тұр. Давай. Папа, неге мектептемізде өтірік еттің? Уайымдамасын дедім, жүр. Папа, кешік бара жатырық қой. Неге таксимен бара салмаймыз? Қазір жарыс. Дене қызып бару керек. Баса берсен. Сіз ше? Мен не қыласың? Мен ба күресетін сен ғой. Бар жүгір, артыңа осылай қарап барам. Ақша болса таксимен баспаймыз ба? Балам, бүгін сен өзіңді көрсететін күнің. Кім анау? Ринат па? Сол боқмоннан мықты екенін дәлелдеуің керек. Барыңды салуың керек сен. Келдің ба досым? Қалай? Келдің ба? Ерке, дайынсың ба? Дайынмын. Түнімен жасықпай, 3-ке дейін жаттықып шықты ғой. Жамбасты 10.000 рет істедім ғой мен. Серьезно ма? Енді өзіңіз істе деп айттыңыз ғой, Брюс Ли солай айтты деп. Мен саған примерно дедім ғой. Жобасы 10.000 рет жасаған шығар енді. Примерно менде 5.000 бар жасадым сол. Жұрттардың кәдімгідей фанаттары бар ғой. Маған қара. Ондай фанаттар сенде де бар. Айтпашы фанат демекші, аруға айтшы. Біздің фан базаға қосылам екен. Мана инвестормен сөйлестім. Кешке кездесеміз.
Кел балам, киімдеріңді шығар, ертерек киініп денеміз қыздырайық енді. Айтпақшы, ару бар емес па? Ринаттың фан базасында екен. Қайта жақсы емес па? Ринатқа жақтасып отқан кезде жеңіп кетесің, зато эффектні болады. Давай, мұңайма, тез-тез кейін, тез-тез шығып, тез-тез бәрін жеңіп, еще бізге инвесторге бару керек. Өздері дайындала берсін бе? Мына жарыс қашан басталады? Мына түрімізбен инвестормен кездесіп үлгермейміз ғой біздер. Ұйымдастырушылар қайда екен? Барып сөйлесіп келейінші. Ұстадың, жеңнен ұстадың. Міне бірінші прием бұл. Міне ұстадың ғой. Тарттың да. Міне, оппа деп жамбасымен кірдің. Лақтырдың, көрдің ғой? Міне, кірдің да. Лақтырдың. Сосын екіншісі бар. Адан ұстадың онда да. Міне, желкеден ұстадың. Тарттың. Көрдің ма? Міне, көрдің ғой? Қолдың күшімен. Үшіншісі бар. Тез үйретіп ала. Міне, мынаны тарттың. Өзіңе тарттың ғой. Міне, іші сыртынан салдың. Көрдің ма? Сен не менің әдістерім қайталап жатсың? Менің әдістерім дейтін не, өзің ойлап шығардың ба не? Өзім ойлап тапқан әдісім. Жүрші сөйлесейік. Уайымдама, Ерке. Сен әкеңде бір адамдай барсыз ғой. Кезінде, жас кезінде қатты өліскен сенің әкең. Көрсін, дым орықпа. Балам, өзіміздің әдістерді жасай берейік. Алар ашуланып тұр. Болмайтын нәрсеге. Төбелесіп қалармыз. Әкең профессор болғалы, сабырлы болып қалған ғой. Қорқпа. Ұстайсың ба? Үстіңді кәдімгі, ұстап кәдімгі. Үзіп лақтыра бер. Ұстадың? Оп, көзбен, не? Оп. Күнділер, көріп қой, кәдімгі талайын лақтырғамыз, талайын сындырғамыз. Қорқпа. Давай. Ұстадың ғой енді жіберме. Жібермесінші. Жіберме. Досым, әлі ұзақ па? Инвестормен кездесетін уақыт болып қалды. Баш. Ұста. Кетті. Әдемі күресің. Дәл осының үстіне кішкене қосу керек. Тарт өзіңе қарай. Сатып алған мыналар. Уайымдама. Тарт, толыққа кіре бер, жамбас атыстай бер. Не болды? Бізге кету керек пе, инвесторге бару керек. Мына тұрымызбен кешігіп қаламыз ғой. Қоя тұршы инвестор. Ұстадың? Еркеге айтшы, ұтыла салсын деп. Ұтыла салсын деген не сен? Есің дұрыс па? Қосып отыр тек, қосып отыр. Күтіп қалады ғой қазір бізді. Күтсе күтеді да енді. Жамбас. Кірдің, белдіктен ұстадың, жамбасқа тастадың. Иә, осылай. Балам, ол финал. Барың сал. Соңғы кездесу. Кеттік. Давай. Ұстадың, тарт! Тартла! Тарт! Инвестор кездесетін уақыт қалды. Тұра тұршы инвесторыңды, кетші! Инвестор, тарт дейін! Ұста, балам, не болды?
шамам жатпай қалған сияқты. Анақ. Болмаса белгіле салшы, екінші барыс дегенде нормально естілетін сияқты ғой. Вообще. Балам, кішкене қал, балам. Сәл шыдашы болды, сәл шыда. Кішкене қал, барыңды сал. Ерке, тарттың. Тобы. Қоя тұршы, еңіз. Тарт. Инвестор звондап жатыр, сөйлешші, сен жақсы сөйлесесің ғой төр. Алло. Ерке, барда раздевалке бар, тез киіміңді ауыстыршы, инвестормен кездесуіміз керек. Ешқандай емес. Ерке не болды? Ерке қайтып болды. Ой, қақа кеттің? Раздевалке кетті. Инвестор не деп жатыр? Сөйлестім. Кешіріммен қарады ғой, мен айттым бірден, баламды қолдауға күресіне барам дедім. Жарты сағат уақыт берді, одан кейін кездесу бар екен. Кеттік. Инвестордан ұят болады, тездетейікші. Кетіңдерші инвесторларыңмен. Қандай инвестормен жарыстан ұтылып қалдың? Сендерге менің өмірім қызық емес па? Тек қана өздеріңді ғана ойлайсыңдар. Болды, мен бүгін өзім үйімде қонам. Кетіңдерші. Ерке, тоқтатшыш. Лучше сен тоқта. Бүгін ешкіммен кездеспейміз. Ерке! Кешірші досым, артық кетіп қалдым. Мен кешірем ма досым? Еркеден ұят болды. Ол кешіре ма? Звондашы Еркеге, не істеп жатыр екен? Кешірім сұрашы менен. Неше рет хабарластың? Көтермейді телефон. Алимаға звондашы. Алимаға? Алло, Алима, қалайсыңдар? Жақсы. Өздерің қалайсыңдар? Жақсымыз. Ерке не істеп жатыр? Ерке не істеп жатыр деген несі? Сенің қасың демес пе? Ерке не істеп жатыр деп па? Ерке сәлем айтып жатыр. Еркеге трубканы берші. Ол енді бүгін жарыстан шықты, үйге терлеп келді, душқа кіріп кетті. Не үшінші орын алды? Жақсы, Алима. Хабарласамыз. Жақсы. Прикинь, анау үйіне бармаған. Не істейміз енді, полицияға звондайын ба? Ой, полициясыныз, өзіміз іздеп көрейік бірінші. Бала сенің қаның ғой. Ашуланып, ешкімді көргің келмеген кезде қайда баратын едің? Үйге барам. Жоқ, кішкентай кезіңде. Мен кішкентай кезімде дәл мынадайға ашуланған жоқпын мен. Қойшы құрсын, дым ашуланған жоқсың ба не? Жоқ, мен мынадайға ашуланған. Қайда болуы мүмкін, қайда кетуі мүмкін ол? Әкесі сен білмесең, басқа ешкім білмейді оны. Мамасы біледі. Мамасы. Алима, Ерке бүгін жарыста екінші орын алып қалды, көңіл күйі түсіп қалды. Настроениесін көтерейік деп енді. Қайда барғанын жақсы көреді ол? Өзінен сұрап көрмедің бе? Өзі айтпай тұр, сол ештеңе керек емес деп. Иә, ол сөйтеді. Настроениесі болмаса көңілін табу қиын. Сол табу керек болып тұр ғой. Білмеймін ғой енді. Сол үйдің қасында компьютерный клуб бар. Сонда көп барады. Сол жаққа апарармын онда. Үй жаққа келетін болсаңдар, Ерке жақсы көретін тамағын дайындап қояйын. Кешкі асқа келіңдер. Көреміз, иә. Кеттік.
Ерке, кешірші бізді. Мен саған. Я балам, бізді кешір. Сен біз үшін мәңгі жеңімпазсың. Екінші орын деген просто әңгіме ол. Конечно, жеңімпаз. Ойлап қарашы сен. Бір күн дайындалып, екінші орын алып тұр ғой. Егер бір жыл дайындалатын болса, әлем барысы болады ғой бұл бала. Иә, жеңіс деген ол алтын медаль емес. Жеңіс деген ең бірінші өзің жеңе білу. Мен сені көрдім, тартыстың, алыстың, жұлыстың. Ең бастысы, мен сенің қасыңдамын. Сен менің чемпионымсың. Ханымдар мен мырзалар, сіздердің алдарыңызда әлемнің 7 дүркін барысы, даже жолбарысы деп айтуға болады. Жауырына жер иіскемеген, жамбас королі лақабатымен әлемге танылған, қарсы алыңыздар, ақылы Ерке! Чемпион! Мама, бір-ақ күн дайындалып, екінші орын алдым. Жаным сол, менің чемпионым. Тренерің туралы айтып қойсайшы. Баукаға, менің тренерім бір әдіс үйретті, бір әдіспен барлық балаларды былай-былай қадап шықтым ғой. Менің еще әкем маған жарыста поддержка берді. Жарай, қалғанын дастархан басында айтасыңдар. Бак, қолыңды жу. Сенің сүйікті тамағыңды дайындап қойдым. Жаным, сендер нақып тұрсыңдар, кірсеңдерші. Сосын кеш болып кетті, осында қона салыңдар. Бол, жүріңдер, тездетіңдер. Чемпиондарға дәмді тамақ. Қонсын деп жатыр ғой. Мощь. Астына жетіп үстіне кетеді.